Biz shoppingga arnadik kunimizni. Аяқ kiyimнен бастадық. Қандай? Бай маған 2 аяқ киімді әпере салды. Біреуі ұзын қонышты етік, күздік, күздік, қыстықта болады еді. И мынау таза қыстық. 2 аяқ киім алдық қазір. Осындай торговый домдар бұлармен типа. Біздің мега сондай жерлер ғой. Келіп қате қана. 6 этаж жер. Бренд. 6 этаж, 5 этаж бар. 6 этаж. Жоқ, 6 этаж только куртка бренд екен да. Ал қалған 5 этаж только аяқ киім ойлаңыз. Только аяқ киімнің бренді ғой. Біз қазір 4 этажнан осындай брендтен өздерінің Қытайдың ең мықты брендінен осындай етік алдық. Ары қарай бізбен бірге болыңыздар. Қытайдың базарлары қандай? Қазір енді біз мынандай қымбат жерінде жүре бермейміз. Базарына да барамыз. Біз барахолка сияқты деген. Ондай жерлерде көрсететін боламыз сіздерге. Бұл жақтың базарлары қандай екен, бізбен бірге көріңіздер. 2 аяқ киім бағасы қанша деп ойлайсыздар? Комментарияға жазып кетіңіздерші. Дұрыс тапқан адамға менен осы жақтан сыйлық демей-ақ қояйын, енді почтадан салып, күтіп ал демей-ақ. Сол сыйлықтың ақшасын жібере салатын болады сіздерге. 2 аяқ киім қаншаға шықты деп ойлайсыздар? Комментарияға сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Бір шүкітті. Неғылмаңыздар, жаңағы торговый домның астыңғы этажы балаларға арналған екен. Сол жерге келдік. Мынау не? 100 юан не ма? Или? Баунаи деп қақсап жүрген сома. Баунаи деп. Мынау не? 100-ге 2 дей ма? Не дейді? 100 юанға 2 деймін дейді шапандар. Шапандар нормально ма шапандар? Үйге кигенге. Сол достар, балалар. Әдемілеп тастайды ғой, шіркіндерші. Бір алғын келетін қып істейді ғой. Бізді үтпейді ғой. Әшейін өлімдік магазиндердің саудасы деген сұмдық қымбат болады. Мынаған қарсыңыздаршы, неше түрлісі бар. Мен бақ жұлдызымы аламы? Менің бақ жұлдызым үлкейіп кетті ғой, жаным. Мынау мен келі бір киіммен жүрміз, әлі бір киіммен жүрміз. Осы жақтан киім аламыз деп, особо киім алмағамыз ғой. Енді сол бір киіммен жүрміз. Келі қыдырыс болып кетті, просто надо осымыз аяқ апарып, мыняқ апарып, ананы көрсетем, мынаны көрсетем деп. Сонымен бір киіммен ғана жүрміз. Сонда да өзімізді ойламай, бала-шағаны ойлап өліп баратқанымызды қарсыңдар. Сондай біреу алым керек бақ жұлдызға. Сол достар, өздерінің сол торговый центрлері күшті. Бұлардан бізде мегада қымбат болады, бұлардан қымбат емес. Нормальный бағалар арзан. Неше түсір десең түседі ғой, бұлар көп түседі. Сол сіздерге бір көрсетіп қойын деген ғой. Әдемі екен, бірақ біздің үй қатты ыстық. Мынандай ішінде мехі барлар болмайды. 这个多少？105，打完是105。100？100？150？ 人家是153。105 екен ма? 105, 7000 теңге. Нормально? Өздерінің типа брендтер ғой енді бұлар. Бала ма? 7 айлық. 11 айлық. 1岁啊，1岁是拿大1号的。你给我包那个吗？包给你看。这个多少？这是薄一点的，这是薄的，这个9厚。男孩不女孩？你想要薄的是吧？女孩。How much？ 这99。99。примерно 7000 суммалар. Бұл жерде футболкалар балаларға, қыздарға, сондай пижамалар, сондай көйлектер, міне. Айналада бар ғой, базар деген көп. Еще бұлардың қымбат нелерді, осындай арзан жерлерде бар. Осы жерге де барамыз. Просто аяқ киімдер нормальныйсынан алайық дедік та біз. Аяқ киім, аяқта жүретін нәрсе болғаннан кейін нормально қымбаттауын алайық деп. Сол. Особо ештеңе алмадық, потому что
балаларға жазда толтырып 2-3 сыпыра киімнен алғанбыз. И өткенде Пиндодадан тоже алдық, кешегіде Пиндодадан тағы заказ беріп тоже алдық. Соны балаларға емес, особо қосымшаға баратын, мектепке баратындарға ғана аламыз дедік та. В основном осы жолы мен. Достар, еще қараңыздар, мынау жер бар ғой. Бұл кәдімгі торговый дом ғой мынау. Бізде ондай жоқ, ал мына жерде как положено осылай. Мынамен кіргізіп, мынамен шығарады ғой. Еще сумкаңды мынаған салу керексің. Сумканы анаған салып, былай өткізіп, былай шығарады ғой. Көрдіңіздер ма? Қандай бұларда талап, тәртіп деген. Мына, как положено мынандай тұрады. Скидка деп шақырып жатыр. Мынау базар. Үлкен Дашимен ба, сонда. Х деген әріп бұларда, достар. Х деп тұр ғой, Дахимен деп тұр ғой. Негізі Х, бұларда Ш болып оқылады. Дашимен деген. Торговый центр. Мынау базар, анау базар. Сіздерге видео түсіріп деп ұрып қалмайыншы. Бұлардың знаменитый базарларға Шаушимер, Дашимер деп аталады. Мынау соның Дашимен ба бірдеңе. Надо только 5 этаж аяқ киім, 1 этаж куртка екен, ойлаңыздаршы. 5 этаж аяқ киім деген, не деген аяқ киім. Оны курткалар. Бұл жерге біз жазда келгенбіз. Жазда келіп, балаларға әрқайсысына қылауға 3-4 сыпыра киім. Пижамасымен 5-еу. Айшаға 3-4 сыпыра қыдыратын. Пижамасымен 5-еу деп солай алғанбыз. Енді осы жол. Немене? Не ол? Қандай? Көшеде бізде сақтың мынадай сатады міне. Көшелері. Міне, өздерінің магазиндері. Міне. Корма бәр. Мына жерде көшеде шашлық-машлықтері. Мына жерде кауба. Мынау не? Мына жаңа каштан. Науат, қызыл шекер, қант дейді бұны. Бөдене, мынанда. Жетеді енді. Еще бұлардың жаңағы, біз енді кішкене арзандау жағына кетіп бараттық, брендтен шықтық. Арзандау жағының өзі деген кәдімгі біздегі меғақсып жасап тастаған ғой. Анау енді ол қымбат базар. Ол жерден шықтық біз енді. Достар, короче, Қытайдың несінен тағы бір күшті не десек болады? Стильный. Стильный, тек қана стильный нелерінен менің стилімді байым, в общем, өзгертіп жатыр. Менің жеке стилистім байым ғой. Полный өзгертіп жатыр ғой. Анандал, мынандал. Еще бұл жердің бағалары бар ғой, достар. Өртеніп жатыр ғой, өртеніп жатыр. Просто бір кофтасының өзі 25-30 мың теңге. Бір кофтаның өзі ойлаңыздаршы. Шалбарлары вообще басқаша баға. В общем, сонда ал деп жолдасым алдырып жатыр. Менің бір влогым. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Ердім, не қып қапты, құрсып қапты. Мына, в общем, үрімжінің мына базар, ана базар, мына базар. Бәрін аралап, итак мынандай болды. Мынандай дәу чемодан алдық. Мынаның іші толды. Сен естер ме, толып. Мына екеуі сыймай қалды, ал қайтесіздер. Еще мен әлі пижама алған жоқпын. Еще мына жақтар бар ма, қараңыздар. Қаншама шоппинг жасап тастадық. Қымбатын да алдық, арзанын да алдық, бәрін алдық. Мына кешкі базардың көрінісі. Күшті болып кетеді естіпші. Бірақ уже бәрі тарап жатыр. Сол мен түрім, мынау түрім ақ кеткен, шаршағам. Еще ертең тағы келеміз. Ертең мен куртка алам. Сосын өзіме пижама алам. Соны өзіне мәдешеге аламыз берсі. Шаршадық, еще жаңа тамақ ішіп алдық. Тамақты түсіруге уже мүмкіндік болған жоқ. Шаршап сем қатып қалды. 3 түрлі әдемі луктар алдым. Алла берсе көретін боласыздар. Лайк басып, комментарий жазып қолдап кеткендерге былай сыйлық емес, ақшалай сыйлық деп айттым, е. Қайырлы кеш, достар, қалайсыздар? Біз общем Хогоға келдік қазір. Неше күн армандап барайықшы деп. Алматыда айтқам ғой, негіз Хогоға барайықшы деп. Қазір андай Хогоға алып келді. Соны енді Қытайдан орындап беріп отырмын ғой?
қазір ішін көреміз, қандай не бар, не жоқ. Алматыдағы сияқты ма, одан төмен ба, жоғары ма? Қазір бірге көреміз, кеттік. Кеттік. Қандай екен? Максес қашып беріп отыр, кіре беріңдер. Кіргіздер. Достар, жаңа жер ұнаған жоқ. Вообще ұнаған жоқ. Сонымен енді мынандай бір жерге алып келді. Неше түрлі. Сөйтіп айналып тұрады екен. Мына жерде жаңағы приправалар өздерің жасайсың. Өзің жасайсың. Мына жерде неше түрлі мынау. Только еттер екен. Анау жақтың бәріне айналып жатыр. Мына жерде только сулар тұрады. А? Мынау сулар, в общем. Ар жақта да бірдеңелер айналып жатыр. Бұлай айналады екен. Бұлай. В общем, айналғаны деген базар жағын. Неше түрлі заттар қараңыздар. Мынау үстін бәрі сулар. Еттер. Кетіп өзің алып жей береді екенсің. Фруктылар кетіп жатыр. Фруктылар. Мынау тәттілер. Мынау йогурт па? Йогурттар. Мына төбесінде сулар. Күшті жер екен, енді тамақтарын көреміз. Рис берем екен, рис. Мынандай тәттілер. О, макарон, мынандай торттар. Вау. Мына қараңыздар, торттар, мына неше түрлі тәттілер. Лапочка. Қалай еді, лапка ма сондай? Торт. Мына жақтың бәрісінде. Мына жерді қараңыздар, еттер. Мынандайлар, ана тауықтың еті, мынау не екен білмеймін, мынау котлет. Мынау тоже бірдеңе. Мына жерде мынау неме. Необычный заттар тола, в общем. Ашлап, жалғай, ашты, мына средний острыйның өзі деген. Прям мерінді, жандырып жатыр ғой. Достар, мына ашлап, отырмыз. Ашты, барлық нәрсе ашты, ерін болдап жатыр. Животқа средний острый деп алғанымыз ғой, қазанды қайдағы средний острый. Вообще острый. Просто острый. Бір тәтті жеп, бір ашты жеп, бір тәтті жеп өтер, амалда бар. Сол, былай көзге көрінгенде күшті, приятно болып көрінгенмен. Сәлем достар. Біз үшін бүгін базар аралап, тағы бір күнгі влог сіздерге түсіріп қояйын. Базарды көрсете беріп шаршаған жастар базарынан. Енді мынау біздің жаңағы мен жолдасымның, коллегасы әрі досының, әйелінің магазині. Ойлаңыздаршы, бір әйелдің басында екі бизнесі бар ғой. Әрі пианинодан сабақ береді әйелі. Еще мынандай Қытайдағы жасыл өнімдерді ашқан ғой. Неше түрлі мына жерде мысалы, мынау сәбізден сок, чисто сәбізден сок, таза, натуральный. Мынау бар ғой, не десеңіздер айтайын ба, мынау кәдімгі ағаш бар ғой, өткенде көрсеттім ғой, осында сатады екен. Ағаштың арасынан бұлақ па, сондайдан ағатын су. Іштің дәм басқаша бір, приятный дәм бар. Еще қайырге емдеді? Деніне өнеге бөрткен анамына аллергиядан. Аллергияға қарсы деді. Қарсы дейді. Еще мынау бар ғой, жерді, жүгерді, ақ жүгері деп, дәмді деп жейтін жүгері бар ғой, соны жерді 3 жыл тыңайтып деді. 3 жыл баптап жерді естеп, сосын барып шығаратын жаңа таза, тоже натуральный жүгері. Біздің емен айтқанда. Сосын мынау не? Сүт па? Ол жаңа каша ғой? Найфын. Сосын мынау не деді? Мынау жаңа ванна, душ, туалет жуатын, типа біздің азалит сияқты ма осында? Жаңа нелерді құясын, себесін ертіп жере ма, мұсырларды. Вот мынау сондай не екен. Мына жерде сертификаттары бар екен, барлығы. Оның бәрі 100 түрлі тексеруден өткен сертификат екен мынау. 100 түрлі. Таза Қытайда енді көп естиміз ғой, жаңа ойбай таза емес жеп отқандарының бәрі дәрі, анау мынау деп.
Ал бұл сол жердегі ең натураль заттар екен. Барлығы бар ғой, ойлаңыздар. Мынаның кеше жедік. Тоже балалар мармелад жейді ғой. Мармелад халал емес қой. Вот соған кәдімгі мармелад күшті дәмі. Біз кеше іштік, шай іштік. Вообще дәмі деген, вообще күшті, супер. Сосын тәне айтуға болады. Мына жай ішінде еті бар, печенье. Мына жерде жұмыртқаға дейін бар, білмеймін, жұмыртқалар таза ма, таза емес па, майларына дейін бар екен. Мына жақта жаңағы ыдыс жуатындар тұр тоже, натуральный деп біздегі сияқты. Сосын ана жерде ана не, баблгам деген. Куроми цветте. Куроми. Баласан тілімен сөйлейсіз болып қотысты. Бұл микроб өлтіретін. Иә. В общем, бай бүгін біраз су шығарып, біздің бөлмені ауыстырды. Тазаланбаған, үйтпеген, бітпеген деп не қылып еді. Соған бұған енді, в общем, қандай номер? Типа президентский номер берді. Қош келдіңіз. Таңғарыңыздар, мына жерден андай диваны, андай столы. Жататын жеріміз қайда? Мына жақ мынандай жағыңыз еді. Мына жер мынандай екен. Мына жақ мынандай. Мына жерде орындықтар. Сондай президентский типа номер берді. Мына жақ душ. Ваннасы. Сәлем достар. Біздің Қытайдағы бір апталық саяхатымыз осымен тамам. Бүгін енді осы жол ешқандай самолет сондайды қоспай саяхаттадық. Қайтарымызда да міне мына не деп ойлайсыздар? Мына жер ойлап аэропорт дегенде түссе, мынау осы Қытайдың Үрімжі қаласының несі вокзалы екен ғой. Ойлаңыздар. Мына біз бүкіл Қазақстанның вокзалын жинасаң да мынаған жетпейді ғой. Ішінің ана даласы енді ойбай, даласын айта алмаймын, как аэропорт даласының несі дейді. Ал мына жағын міне арғы қарай қазір көреміз. Үлкендігінде енді шек жоқ. Біздің Алматының екі вокзалы емес, бүкіл Қазақстанның вокзалын қоссаң да бұндай вокзал шығарамайтын сияқты біздің Қазақстан. Міне біздің жүктеріміз. Ахет, чемодан болып. Мына машин атылайын деп тұр. Бүйтіп, пухать атылайын деп тұр. Достар, лайк басып, комментария жазып қолдап кеттіңіздер. Ойлаған бүкіл бір апталықты бір ғана видео қыламын деп сөйтсем, акасына сыймайтын сияқты. Екі видео болса ренжімеңіздер, бірақ өте қызықты болады. Потому что Қытайдың бүкіл жаңағы өзім вау деген жерлерін ғана түсірдім. Анау мынау жерлерін түсірген жоқпын. Так что пока. Сіздерге де осымен саяхат бұйырсын. Достар, Құлжа деген қаласына келдік. Пойыздарды қарасаңыздаршы. Осы жасыл пойызбен келдік. Күшті, рахат, іші комфорт, тап-таза, ыстық су, жылы су бәрі бар. Жатып, ұйықтап келдік қой. Рахаттандық. Міне енді былай қарай түседі екенбіз. Бәрінде эскалатор ғой. Любой жері эскалатор. Менің жүгім. Қытай мені таң қалдырудан әлі естеген жоқ дегенсің ба? Қалай айтам өзі. Сол достар. Жаңағыда түсіп бартқан жерін көрсетемдерінде көрсетемей қалдым. Еще мынаны іштері бар ғой, как самолет қой. Самолеттің стилінде жасалған ғой. В общем, міне пойыздары 060 дейді. 5 6 міне. 0607 деген жоқ, просто 6 деген бар екен. Кең екен іштері, е? Міне ол 6. Я достар, мыналарға келген ойыншықтарына распаковка. Нан жүрсің қара? Қағаз, я. Я, әкең алды ғой сендерге жейді деп. Бір жолға рұқсат берейік. Нандай? Сағыз. Резина қылауларға. Лазы, азы дейді. Резина тағы. Шылан болды ма? Болды.
Al endi. Oyuncuqlarni aşında. Ya. Ayşa'nınkini en küçük zat Ayşa'nınkini. Al Ayşe Ayşe. Açtın lütfen. Tratır kazı aşasın. Al. Al. Bakonikaniga berindirchi. Ol aqlov ekеуіңе. Соны құрастырып үйреніңдер, әдемлеп. Миларың дамытады. Ба. О, боулинг, ол бәріңе. Ja? Бала сағанна күшті ойыншық алдық бала саға. Дрон алдық, дрон. Мәнен ұшырындар. Әкең екеуің дрон, я. Жоқ, түсірмейді әші ұшырады. Ұшады. Мәне дәу чемоданды ашып атырық достар. Дәу, ойбай, бұл енді аузы мұрнына шығып тұр ғой. Сендерге алып размерлеріңмен кете беріңдер. Ана Айшаға, розовый Айшаға. Ана қызылдың біреу баласаға. Тән туған күнімен, визасқа толумен. Ол менікі. Достар, барлық нәрсен коробкасынан ашып, пакетінен асып, бұлай алып келдік, потому что сыймайды. Бакониканың өзіне. Баконика? Әкесінің подарғы Баконикаға. Күшті екен, ровно екен. Ол Айшаға. Шама? Достар, осындай күшті ойыншық алдық. Кондиционер ғой анау, я?